Сәлем достар, бүгін сіздермен айсберг туралы қызықты дүниелер. Айсберг мұзды тау, мұхитта немесе теңізде еркін жүзетін үлкен мұз бөлігі. Мұздың тығыздығы 920 килограмм метр куб, ал теңіз суының тығыздығы шамамен 1025 килограмм метр куб болғандықтан айсберг көлемінің шамамен 90% су астында. Айсберг көлемінің 10% судың үстінде болады. Айсбергтің пішіні оның шығу тегіне байланысты. Жаңадан пайда болған мұздықтардың айсбергтер әртүрлі бұзылулар мен жарықтар арқылы бөлінетін, үстіңгі беті сәл дөңес. Жабық мұздықтардың айсбергтері олардың жоғары беті іс жүзінде ешқашан тегіс болмайтындығымен ерекшеленеді. Мына таудың үстіне адамды әкеп қойсаң шымалға ұқсап қалатын шығар. Бүгінгі ақпарат осы. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.